Баршаға сәлем. Жаңадан бастаушыларға арналған менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше әдемі шексіздік ши құрағын үйретемін. Ол үшін бізге ең бірінші қажет құрақ көзі. Ақ түсімізден 5-5 ақ түсімізден 12 шаршы қажет құрақ көзіне. Және екінші жасыл түсімізден 5-5 жасыл түсімізден 4 штук құрақ көзі қажет. Және ендері 5 сантиметрден ақшыл қызыл жасыл түсіміз қажет. Және ендері 3 сантиметрден ақ және жасыл түстеріміз қажет. Міне ең алғашқы ақ құрақ көзімізге жасыл түсімізді тігеміз. Мен бұл жасыл түсіміз королевский мата, ақ түсіміз матовый бүйлер. Және жасылымызды осылай тігеміз. Міндетті түрде құрақ бастағанда закрепке бересіздер. Не, тіктім. Енді былай қарай тағы да жасыл түсімізді тігеміз. Енді былай қарай 3 сантиметрлік ақ матамызды тігеміз. Оның түгін тексеріп аласыздар, өйткенде төмен қарап тігу керек. Енді былай қарай тағы да 4-ші қабырғасын тігеміз. Міне осындай болып шықты. Тағы да осылай тіге береміз. Міне бір шаршымызды дайындап алдық. Құрақ көзінен кейін былай екі жолақ, былай 2 жолақ тіктік. Енді осындайдан, осындай құрақ шаршыдан бізге 12 штук шаршы қажет. Міне 12 шаршы ақ пен жасыл түсімізден осындай нелер дайындап алдық. Енді құрағымызға жасыл мен ақшыл қызылдан тігеміз. Міне құрақ көзімізге енді бірінші ақшыл қызыл түсімізді тігеміз. Түгін бірінші тексеріп аламыз қолмен. Сөйтіп жатып тұру керек. Дәл осындай қылып ақшыл қызыл мен жасылдан тігеміз. 4 шаршы тігеміз. Тіктім. Енді былай қарай қызыл түсімізді тігеміз. Былай жасыл тігеміз.
Не тіктік. Енді тағы да ақшыл қызыл, жасыл жасыл болып тығамыз. Міне ақшыл қызыл мен жасыл түсімізден шаршымыз дайын болды. Енді барлығы 4 шаршы дайындаймыз. Міне ақшыл қызыл мен жасыл түсімізден 4 шаршымыз дайын болды. Міне. Енді құрағымызды құрамыз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары осындай болып шығады. Енді осыларды қосып тастаймыз. Міне құрағымыздың бірінші қатары осындай болып шықты. Міне құрағымыздың екінші қатары осындай болып шықты. Енді осыларды да тігіп аламыз. Міне екінші қатары осындай болып шықты. Бірінші қатарына тігіп тастаймын. Міне осындай болды. Екі қатарын қосқанда. Міне құрағымыздың үшінші қатары. Енді осыларды біріктіріп тастаймыз. Міне дайын болды. Енді осы қатарға қосып тастаймыз. Міне. Енді төртінші қатарын дайындаймыз. Міне құрағымыздың төртінші қатары. Енді осыларды тігіп аламыз. Міне құрап шықтық төртінші қатарын. Енді осыны осылай тігіп шығамыз. Міне құрағымыз дайын болды. Өлшемі 55-50. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Сіздер мына түстерді өздеріңіз қалаған түстен таңдай аласыздар.